Ал осы видеода мен саған Макончик деген өте керемет арнаға тіркелуді және де жанда тұрған қоңыраушыға басуды ұсынамын. Бұл бала ютубқа жаңадан келіпті. Өте осы жас ютубер баланы қолдап арнасына тіркеліп кетейік. Осы баланың соңғы видеосына барып, Клэффиден келдім деп комментария жазамыз. Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен тағы да Клэффи арнасы. Және де бүгінгі видеода мен сендерге Шалкер деген ютубердің қандай мал адам екенін айтып беретін боламын. Осы видеоға лайктарымызды басамыз. Ендеше мен өзімнің видеомды бастай беремін. Кеттік! Короче, балдар, енді бүгінгі видеода мен сендерге Шалкер деген ютубердің қандай адам екенін айтып беретін боламын. Енді короче, Шалкер кеше ма алдың күні ма, мен қарындасыма жазады. Енді оны көбісі біледі, көбісі білмейді. Менің қарындасым бар екенін. Шалкер дейтін менің қарындасыма былай жазады. Назарларыңызда Шалкердің жазған сөздері. Балдар, енді Шалкер осылай жазған: привет, қалайсың, танысасың ба, ана мынау деген. Содан кейін, менің қарындасым жоқ, таныспаймын деген. Достар, солай. Содан кейін, достар, Шалкер, сенің фамилияң Клэффи деген баланың фамилиясына ұқсайды екен, сен Клэффидің случайно қарындасы емессің ба деп менің қарындасыма жазған, достар. Солай. Содан кейін менің қарындасым менің ютубтағы нигімді білмегеннен кейін, мен Клэффи деген ешкімді танымаймын, менің Клэффи деген ағам жоқ деп айтқан, достар. Енді жазғандарынан қателесіп жатсам ренжімеңіздер. Содан кейін, Шалкер, сенің ағаңның аты Сұңғат емес па деп айтқан, солай. Содан кейін қарындасым деген, әрине дейді ғой енді. Содан кейін, Шалкер ол жерде мені де жамандаған, достар. Сол Сұңғат деген Клэффи ғой, лох қой, анау мынау арттан сөз айтады дейді. Шалкер, сені мүлдем түсінбедім. Арттан не деп сөз айтып жүрмін, соны маған деген. Енді сенен ответка күтем, енді по-любому видео түсіресің деген ойдамын. Енді Шалкердің менің қарындасыма жазған мақсатын түсінгім келіп тұр, достар. Енді бұл жерде Шалкердің өзі жоқ болғаннан кейін бұны деген біз түсіне алмаймыз. Енді Шалкерден ответка күтеміз, не деп айтар екен өзінің видеосында. Достар, солай. Достар, енді осы кезге дейін Шалкерге талай көмектесіп жүрдім, ал Шалкердің маған қайтарып тұрған жауабы осы, достар. Енді Шалкерден мұндай күтпедім. Енді Шалкер деген осындай адам, достар. Ютубта басқа, өмірде басқа, ВК-да басқа. Достар, солай. Енді, достар, маған арттан сөз айтады дейді. Бірақта оның пруфы бар ма, жоқ па білмеймін. Бірақта мен өзіме сенімдімін арттан сөз айтпағаныма, достар. Ал Шалкерге келетін болсақ, ол мына жерде арттан сөйлеп тұр, достар. Енді менің қарындасым арқылы ол зат маған жетіп тұр. Менің ВК-ма, ЛС-ма келіп, сен сондайсың, лоқсың, анау мұнаусың деп айтпады. Енді, достар, бұл зат енді менің қарындасым арқылы маған жетіп тұр, достар, солай. Енді мұна жерде Шалкердің өзі арттан сөйлеп тұр. Сенің ағаң лоқ, мал, арттан сөз айтады деп тұр. Ал Шалкердің өзі дәл осы жерде арттан сөйлеп тұр, достар. Енді, достар, Шалкерді мүлдем түсінбедім. Менің қарындасыммен танысқысы келіп жүр. Просто күлкілі, достар. Просто күлгім келеді. Енді, достар, қарындасымның атын сілтеткім келмейді, және де неге деп сұрақ қоятындарға енді мүлдем жауап бергім келмейді, достар. Енді осы видеода Шалкердің қандай адам екенін білдіңіздер, достар. Енді осы видеоға лайк басасыздар ма, дизлайк басасыздар ма, енді ол өз қалауларыңыз. Енді, достар, мен осы видеода сендерге
Шалкердің қандай адам екенін дәлелдедім. Енді оның каналынан подписка жасап кетесіздер ма, видеоларына дизлайк басасыздар ма, енді оның барлығын өздеріңіз білесіздер. Енді достар, осы видео сендерге ұнады деп ойлаймын. Осы видеода енді Шалкердің қандай адам екенін білдіңдер. Енді осы видеоға лайктарымызды басамыз. Сендермен бірге болған мен Клэфи. Амандықта саулықта жүздескенше, давайте балдар, Шалкерден ответка күтеміз. Давайте балдар.